Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 93-ші сабақ «Аспан әлемі қызықтырады» тақырыбын өтетін боламыз. Бүгінгі сабақта ақпаратты берілген кестеге салуды үйренеміз және де өлең сөздерін қимылмен көрсетуге дағдыланамыз. Олай болса балалар, сабағымызды бастаймыз. Бірінші тапсырма: кестенің таңдаған бөлігін өз қиялымен толтыр. Егер айға аттансаң, өзіңмен бірге нені әкетер едің? Балалар, егер де мен айға аттансам, өзіммен бірге жануарлар мен өсімдіктерді әкетер едім. Екінші бөлігі: айдың қандай болғанын қалайсың? Балалар, айдың адам өмір сүре алатындай болса екен деген менің арманым бар. Келесі екінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Шона Смаханұлы, ақын, сықақшы. Қазіргі Жамбыл облысы Талас ауданының Ойық ауылында дүниеге келген. Ақынның балаларға арнап жазған Түйеші жыры, Ботақан, Кемпір қосақ, тағы да басқа өлеңдері бар. Шона Смаханұлы 1924 жылы дүниеге келіп, 1998 жылы дүниеден озған. Екінші тапсырма: өлеңді мәнерлеп оқы. Айға аттанам апа. Дайындашы тонымды, айға аттанам апа. Қалдырмашы добымды, ойнап барам апа. Айналаны анықтап, байқап барам апа. Ай бетіне қалықтап, жайлап қонам апа. Күшігімді жетелеп, ертіп алам апа. Шалыс басса шекеге, шертіп қалам апа. Ай бетіне гүл егіп, егін салам апа. Сәлем сауқат жіберем, өзім саған апа. Балаларға әр елде ән шырқаған апа. Досымсың деп бәріңде айғай салам апа. Балалар, өлеңнің авторы Шона Смаханұлы. Өлеңдегі сықақшы деген сөз қоғамдағы жағымсыз мінез құлықты өлеңмен әшкерелейтін адам. Шалыс басу дегеніміз қателесу, дұрыс жүрмеу деген мағынаны береді. Олай болса балалар, осы өлеңге байланысты бізге бірнеше тапсырмалар берген екен, сол тапсырмаларды орындайық. Ізде. Үшінші тапсырма: кейіпкер айға аттанарда апасын қалай жұбатты? Өлеңнен тауып оқы. Ай бетіне гүл егіп, егін салам апа. Сәлем сауқат жіберем, өзім саған апа деп апасын жұбатқан екен. Төртінші тапсырма: кейіпкер айға барып қандай жақсылық жасамақшы болды? Өз жазғаныңды баланың ойымен салыстыр. Балалар, ол егін егіп, апасына сәлем сауқат жіберіп, достарына сәлем жолдамақ болды. Бесінші тапсырма: ойнап барам, қалықтап, жайлап қонам, шертіп қалам деген сөздермен сөз тіркестерін қимылмен көрсет. Қорытындыла. Алтыншы тапсырма: адам айға не үшін ұшады? Адам үшін ай тылсым дүние, ашылмаған жаңалыққа, ғажайыпқа толы. Ал адамзат тылсым дүниеге құмар. Айға ұшу барлық адамның арманы. Үй тапсырмасы: өз қиялыңдағы ұшу құралының суретін сал, оған атау бер. Балалар, мына жерде біз сіздерге екі сурет бердік. Осыған қарап өздеріңіз салсаңыздар болады, немесе өз нұсқаларыңызды салсаңыздар әбден болады. Олай болса, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар. Сабағымыз ұнап жатса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпағайсыздар. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.